Мұздай қандай қасиет бар мұзда? Дұрыс. Қолыңыз сізге осы күзге әдемі. Рахмет, отыра қоямыз. Рахмет, бір-бірімізге қол шапалақ ұрып қояйық. Ал енді оқушылар жақсы көңіл-күйге келді, не? Енді келесі үй тапсырмасын тексеру сәті. Сіздерге сұрақ қоямыз, сіздер жауап берулеріңіз керек, қолдарыңызды көтеріп. Сұрақ қоймасынан әрқайсыларыңызға мынандай хат салатын конверт беремін. Әркімнің өзінің есімі бар, иә? Осында сіздер бүгінгі алған балдарыңызды осыған салып отырасыздар. Қалай бағаланасыздар? Менің қолымда литий, гелий және сутегі элементтердің таңбалары. Яғни атомдық нөміріне сәйкес сонша бағаласыздар. Мен сіздерге сутегі берсем, онда сутегінің атомдық нөмірі қандай? 1. Я менде сонда 5 сутегі бар. Кәні бастаймыз. Бірінші сұрақ. Литий, натрий, магний, калий, кальций қандай элементтерге жатады? Қолыңызды көтеріп жауап береміз. Литий, қараймыз периодтық жүйеге, иә? Литий, натрий, магний, кальций қандай элементтерге жатады? Қандай элементтерге жатады? Периодтық жүйедегі орнына қараймыз. Литий, калий, кальций, натрий, олар нелер болып саналады? Литийді нелер? Олар металлар болып саналады, иә? Қолыңызға салып қойыңыз, иә? Конвертіңізге. Келесі сұрақ. Металлдар химиялық элементтер периодтық жүйедегі орны. Олар қай жерде орналасады? Кәні әр сабақ сайында қол көтеріп жауап береміз. Олар дәрежемен азаттап елдерінің астындағы дұрыс айтасыз сізде. Ал келесі сұрақ. Металдар оттекпен әрекеттесіп қандай қосылыс түзеді? Алдыңғы сабақ. Металдар оттекпен әрекеттесіп қандай қосылыстар түзеді? Қолыңыз көтеріп жауап береміз. Оксидтер, иә? Қалғандарымыз қатысамыз сабаққа. Бөлме температурасында металдар сумен әрекеттесіп қандай қосылыстар түзеді? Кешегі тәжірибе. Бөлме температурасында металдар сумен әрекеттесіп қандай қосылыстар түзеді? Білеміз ме? Жоқ. Газ және тағы қандай? Бар ма жауаптар? Онда мен не өзімде бір жауап бар, иә? Ол гидроксидтер. Соңғы сұрақ. Магний мен қорғасынға дейінгі металдар сумен қалай әрекеттеседі? Магний мен қорғасынға дейінгі элементтер сумен қалай әрекеттеседі? Қандай жағдайда әрекеттеседі? Бар ма жоқ? Қандай жағдайда? Дұрыс. Жоғарғы температура сумен ыстық сумен әрекеттеседі. Жарайсыңдар. Бір-бірімізге қол соғып қояйық. Келесі кезең. Ой қозғау, иә? Қараңыздар. Менің қолымда екі түрлі зат бар. Ал ойларыңыз, осы заттар туралы не айтасыздар? бірінші ол лимон, ол Дұрыс, қышқыл зат. Екінші не менің қолымда? Не ол бұл? Қандай заттың аты? Шеге не беріс болады? темірден. Ал енді бүгінгі сұраққа қандай қатысы бар деп ойлайсыздар? Екі зат. Яғни темір неге жатады? Дұрыс, металдардың екеуінің әрекеттесуі. Дұрыс айтасыздар. Сонда бүгінгі сабақты жазып қояйық. Сабақтың тақырыбы металдардың қышқыл ерітінділермен әрекеттесуі. Ал сұрақ. Видеоролик не туралы? Қолыңызды көтеріп жауап беріңіз. Дұрыс, қышқылдар туралы. Сосын Жансая. Және де бұл жерде қышқылдардың қаншалықты күшті екендігі бар. Дұрыс. Нұрсая. Қышқылдардың түрлері туралы айтады. Дұрыс. Айым. Бүгінгі біздің сабағымыздың мақсатын айтып өтейін. Бүгін бізде қышқыл ерітінділер мен әртүрлі металдардың реакцияларын
зерттеу мақсатымыз металдардың қышқылдармен әрекеттесуінің реакция деңгейлерін құрастыру және кейбір химиялық реакцияларды аяқтап теңестіру. Бүгінгі біздің сабағымыздың мақсаты осындай. Құрметті оқушылар, ал енді тапсырма сараптама әдісі арқылы, яғни сіздер топ бойынша топқа бөліндіңіздер, қышқыл ерітінділер және металдар. Bir топ сұрақ қоюшы, екінші топ жауап беруші рөлін ойнаймыз. Енді қараңыздар, сіздерге 3 сұрақ тақырып, оқулықты, ғаламторды қолданып, тақырыпқа қатысты 3 сұрақ және 3 жауап дайындауларыңыз қажет. Бірінші жауап беруші топ металдар болсын, сосын қышқыл ерітінділер. Сонда ақылдасып 3 сұрақ дайындайсыздар. Сіздерде 3 сұрақ, 3 жауап. Түсінді ме? Ақылдасып өздеріңіз білесіздер, осы тақырыпқа қатысты металдардан не білгілеріңіз келеді, сол туралы сұрақтар қоямыз. Ақылдасамыз. Үш сұрақ, үш жауап. Мысалы, бірінші сұрақтарымыз қандай? Бірінші сұрақ қандай? Не жауап қойылады дейді? Мыс қышқылмен әрекеттескенде не істейді? Әрекеттеседі дейді. Мыс қышқылдармен әрекеттескенде. Или қалай әрекеттеседі? Солай сияқты, сұрақтарымыз бар, Айым ақылдасамыз, іздейміз бірге. Екінші сұрақ. Өздерің қалаған сұрақтарымыз тақырып бойынша. Екі минуттай уақыттарыңыз бар. Тұрып сұрақ қоямыз, бірге тезек қолдарыңызға көтеріңіздер. Қандай топтыңыздар сіздер? Қышқыл ерітінділерсіздер. Сұрақ бойынша жауабын көтеріп қойыңыздар. Мыс қышқылдармен әрекеттеседі. Сұрақ: мыс қышқылдармен әрекеттеседі ме? Жауап береміз. Бар ма? Жауап? Мыс қышқылдармен әрекеттеседі ме, әрекеттеспейді ме? Мыс қышқылдармен әрекеттеспейді. Жауап қабылдана ма? Келесі сұрақ. Ең қымбат металл қандай? Ең қымбат металл қандай? Калифорния. Дұрыс. Қабылдана ма жауап? Жазып отырамыз жауапты сұрақты. Металдар қандай кезде сумен сутекті ығыстырады? Металдар, қандай кезде сумен сутекті ығыстырады? Металдар қандай кезде сумен сутекті ығыстырады? Егер металдар қандай болса? Бар ма жауап? Жоқ па? Ал сізде қандай жауап? Егерде олар металл қышқылдардың нешелер қатарында сутекке дейін айналса, енді сіздер бағаларыңыздар топты міне гелий элементімен келіңіз. Екі гелий апарып, сол көшелеріне береміз. Екеуін алды бер. Бір жауапқа жауап бере алмады. Ал енді келесі топ орын ауыстырамыз. Келесі топ жауап беруші болды. Енді сұрақ қоюшы жауап беруші рөлдері ауысады. Таблоны көтеріп қоямыз, кішкене түсінікті болу үшін.
Sizler endi qanday to'psizlar? Sırak qo'yishni to'psizlar, ya. Al endi sırak qo'yishni to'p turib, qani sıraqlarimizni qo'yamiz. Ro'p berishni to'p dayin bo'lamiz. Metallarni meselari qatorni qilmasinlar. Aha. Sırak Uni ikki qismlar. turib javob beramiz. Nikolay Nikolaevich beketda o'qigan, ya. Biroz kelasi sırak. Metallarni meselari qatorda necha element bor? Al, sırak. Necha element bor? Tamam? Javob? Durmama? Kelasi. Qimmat metallarni 1 gramma qancha ekan? Al, eng qimmat metaldan 1 gramma qancha? Ya. U sizlar ishtirokida javob berdi, so'ndan ulardan topshiramiz, ya. Bir-birimizga qo'l qo'yib, jaraysizlar. Voy, jaraysizlar. Qanday shafaqat. Jaraysizlar, kulib yuradigan, kulgi vitaminiga turib chiqilmaymiz. Mendagi turga xavfsizlik erejasini qishqalarga жұмыс istaganda saqlaymiz. Tushundingmi? Yaxshi ko'rdingizmi? Endi bizga birinchi sinovga, birinchi sinovga yozildi. Birinchi sinovga biz жұмысni o'rganib borsizlar. Birinchi sinovga neni o'qiyamiz? Qishqada o'qiyamiz, ya. Birinchi sinovga azm o'shida qishqada o'qiyamiz. Ya'ni bizga qanday qishqu? Ben aytdim, ko'kart qishquli. H2 SO4 ya bo'lmasa. Qaranglar, ko'kart qishquldan menga bunda sinamada temir bor. Temirga qaraymiz. Besindirib qatorda qay yerga o'rnashgan? Besindirib qator aytdim. Qay yerga o'rnashgan? Sutiga deyinmi, keyinmi? Deyin. Demek o besindir bo'lsa sanaladi. Endi qaraymiz, baxtlaymiz. Bundan qaranglar. Sizlarga ko'rinaman. Birinchi sinovda bizga temir, ya. Bu yerda bizga ko'kart qishquli. Al harakat ettiramiz. Baxtlaymiz. Temir yetmisini solamiz. Siz sizlarimiz harakat etmaysizmi? Harakat etmaysizmi? Niye tuzilmadi? Qaranglar. Ya sizga yana ne tuzilmadi? Gaz yengildi. Zat tuzilmadi, ya. Qo'rqindi sırak. Metalda qishquldan harakat etganda ne tuziladi ekan? Ne tuziladi? Tuz tuziladi, ya. Endi sekretariatda mana qaysilarimiz bor. Bugungi saboq bo'yicha ne tushundingiz deb bo'lmasa tushundingizmi? Tanlab yozib qo'yamiz, ya. O'z o'ylaringizni. Bir so'zga saboq bo'yicha. Bunda 3 proberka bergan, ya. O'zgan 8. Agar sizlar saboq sizlarga o'nab o'z materiallarni yetkazsangizlar, unda o'smay keltirasizlar, ya. Al agar saboq besinga qarshi azdan bo'lsa to'pqa foydam keldi desangizlar, sariq proberka qo'yasizlar. Al saboq tushungan, saboqqa qarshi olmasangiz, qizil proberka qo'yasiz.